Нұртілек бар досымыз. Аңғал ғой ол таза. Сол Алматыдан 2 комнатты үй алады. Үйіне новоселье жасайды ғой, бәрін шақырып. Мал сойып досы, мен кетіп батым дейді бір кезде. Досым үй аманат қарап қойсын ғой досым саған. Да болды қарап қоймын дегенде. Оның үйіне тамақтың бәрін жинаған, піскеннен бәрін қалған қойдың етін 3-4 пакетке салады. Холодильникке, морозильникке тығып, есікті жауып, счетчиктен свет өшіріп кеткен ғой. Холодильникке салған, бірақ счетчикті өшіріп майда алып үйді. Июль, августте келеді ғой. Досе, үй жақты бір көріп кетсеші дейді ғой, мен ертең барам дейді. Сонымен 6-шы этажға көтерілсем, моргтың иісі шығады ғой. Сөйтіп 7-ге қарай көтеріп кетсем уже 7 тұман болып тұр ғой, бүйтіп подъезд екен деп кілтті бүйтіп ашсам уже өлексенің иісі келеді ғой. Көзім ашып жүр, не болып кетті? Кухняға қарасам, холодильник жер пол қан ғой, су. Не болып, содан көтеріп кетті? Шырып жатыр енді. Сонымен Нұртілек алып түсем, сен ана ет салып бердің, яғни счетчикті өшіріп кетдің, боташный қарап үшін бір деген айқай салып жатыр. Сонымен келді келесі күні. Холодильник далаға шығарды, ішіне нан салды, общем, болмады ма? Холодильникті лақтырды, кухняның бәрі иіс кетпеді, клининг шақырды. Күннен кейін Азаматтың тойы да бізде. Азаматтың тойына келді. Асақанда отырды. Сенен ба иіс дедім да? Жоқ ей досы, онда иіс шығып тұрған жоқ, бәрі нормально досым, мен сүйіп алдым ғой, бәрі нормально дейді. Бір иіс бар мына жерден де шығып кеттім. Сырымның құлағына айттым барып. Айтшы дедім ғой. Сырым Нұртілектің қасына барасың да, бір иіс бар деп айтшы мына жерде дедім. Хорошо деді. Бір қарап отырмын, Сырым бартан Нұртілек, қалай дос, жақсы отырсың ба деп артынан құшақтап, досым жақсы отырмын, не иісі мынау деді. Қой білмеймін дос, мадан бері бір айтып қандай иіс жоқ бірдеңе деді. Одан Құдіретке айттым. Құдірет. Нұртілектің қасына отырды. Ол Құдірет бүкіл столға барып отырған ғой, Нұртілек қарама қарсы 12 адам отырған ғой. Столдарынан бір иіс шығады ғой деген ғой. Жайлап қарап қалсам Нұртілек уже. Деді жайлап екі жағына. Өзі іске қалмады. Сосын Мәкең айтқыздым ғой. Нұртілек, сенен емес шығар бір иіс бар деді. Жоқ ей Мәкең деді. Бір кезде столда Нұртілек жоқ қой. Бір тос, 2 тос жоқ, 3 тос жоқ, 4 антракт жоқ Нұртілек. Ішке кірмейді, терезеңіздің сыртта демекші. Қызық болмай кетті де. Жасик бар ғой өзім балдызым. Жасиктің қасына келдім де. Бір иіс шығады, сенен ба дедім. Жоқ ей Зуха, мен мұндай емес, нормально ба? Нормально депті. Сонымен Жасик сыртқа шығып кеткен ғой. Сыртқа шыққанда Нұртілек не істеп тұрсың десе, жоқ ішке тұр, нормально кірем ғой деген ғой. Нұртілек үстімнен иіс шыға ма деген ғой. Жамбат айттың ба деп айтады.